Қайырлы күн қыздар, қал жағдайларыңыз қалай? Өткен сабақтарда біз осы сөмкеміздің пышный столбиктарды тоқып бастаған едік. Мен екінші қатарды қалай тоқитынын көрсеттім да, содан кейін әрі қарай өздеріңіз тоқи бересіздер дедім. Қазір қанша қатар тоқығанымызды көрейік. Қанша столбик, пышный столбик. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9. 9 столбик тоқылды менде. Бойынша ұзындығы 26 сантиметр болыпты, 26,5 сантиметрді. Енін көрейін. Ені 20 сантиметр. Маған осы болады. Егер сіздер тағы да қосқыларыңыз келсе мына жағынан, тағы бір қатар, екі қатар қоссаңыздар болады. Сумка жалпы, сумканың клапаны ғой, былайынан жабылады да, мінекей. Осылайынан жабылады. Мына жерінде жаңағы нені қадайтын жері болады. Осылай қадаймыз. Ал әрі қарай жалғастыратын біз мынадан былай қарай тоқып кетеміз. Маған осы болады. Ұзындығы да, ені де болады. Егер ұзындығы негізі 26 сантиметр қыздар барлық сумкеге жақсы келеді. Мінекей былай тұрады ғой, жақсы келеді да. Ал енін ұзартам десеңіздер, сумкаңыз шамалы үлкен болам десе, бір қатар қоссаңыздар болады. Бір қатар қоссаңыздар, как раз әдемі келеді. Енді келесі сабақтарда, мінекей мына жерде біз аяқтап тұрмыз ғой, осы 9-шы қатарда. Әрі қарай сумкамыздың клапанды біз айналдырып тоқып алуымыз керек болады. Былай айналдырып толық тоқып аламыз да, әрі қарай жалғастыратын жерге келгеннен кейін тағы да басқа сабақ болып өтеміз. Енді келесі сабақта мен сіздерге сол обвязканы, яғни айналдырып тоқуды көрсетемін.